место этого события. Я ему рассказала по-русски. Я ему написала, Что и показали пальцем 13 часов, и все, и ушли. И никаких разговоров. Я сказала, раз вы просите разговаривать, я говорю, тогда вы по-английски разговариваете. У нас двухязычие между прочим. Да. Поэтому это просто люди хотят скандала, понимаете, и все. Он заявление жазатын болсаңыз, бізге Жоқ, сіз ғана дежурныйды шақырыңыз, мен қазір арыз жазамын. бұл жерлерде жазамын. Почему? Если человек Бұл жерде жазамын. не имеет права, не имеет права. Жоқ, осы жерде қазір осы жерге келеді, бұл оқиға болған жерге келеді, сосын мына кісіден түсініктеме алады. Я ей задала вопрос, а почему, говорю, вы Түсініктеме алады. понимаете русский язык? Бұл кісі айтып отыр маған, сендер Украинаны қалап жүрсіңдер ғой дейді. А при чем здесь Украина? А при чем здесь вы наговариваете? Ложь, Мына кісі Украина дейді. ложь. Мына Ложь. мына кісі айтады, Ложь. сендер Украинаны қалап жүрсіңдер ғой, соны күтіп О жатсыңдар чем ма он, на дейді. какой Украине говорит вообще? О какой он Украине Что, говорит? ситуация А там, какой это? Он конфликт раздувает. О, жоқ, маған қазір Он солай конфликт раздувает. Орыс тілі мен қазақ тілі бізде государственно бірге жүреді. бірге жүреді, бірақ маған қызмет көрсету міндетті. көрсететін бұл Міндетті. Жоқ, білмесе бұл қызметке лайық емес бұл кісі. Право писать надо, Бұл вы кісі не имеете права бұл кісі вообще. А я міндетті гражданин другого қызмет государства, көрсетуге вообще не имеете права писать. қызмет меня снимает. жоқ, сіз қызметте Да, и тұрсыз, почему? сіз қызметте И почему тұрсыз. не имеет права? Я гражданин Менде другого государства. толық құқығым бар. Мен толық құқығым бар түсіруге. Толық Я не құқығым имею бар. права, рабочее время. Өткенде мен Как поддержишь как-то срочно? мен толық На құқығым каком бар. основании? Я гражданин другого государства, он не имеет права меня Жоқ, мен писать. сізді Вы не түсіріп жатқан имеете права жоқпын. меня писать сіз вообще. маған мен осы жерде Это түсіремін. запрещено. Осы жерде Это түсіремін. запрещено Осы жерде вообще. түсіремін мен. На каком основании вы Осы жерде меня мен түсіремін. оскорбляете? На каком основании вы меня пишете? На Бүгін каком основании вы меня оскорбляете? Вам все доступно? бүгін 28 ақпан 28 ақпан 2021 жыл мынау Алматы қаласының халықаралық әуежайы скат компаниясы мына қазақ тілінде қызмет көрсетпейді Қазақстан Республикасында. Два языка. Мен қазақ тілі десем екі Люди тіл разговаривают здесь на двух языках, пока русский язык здесь не отменили, уважаемые. Вы наговариваете на человека, я свидетель. Вы наговариваете, вы чините национальную рознь, понимаете? Вы именно это и делаете. қазақ тілінде Для қызмет чего вы это көрсетпейді. делаете? Мен Для какой міндетті емеспін цели? дейді. Қазақ тілінде көрсетуге